Ханзада Жумоң. Басты рөлдерде Жумоңға ұқсайтын бала, тез жолға примерно ұқсайды ау деп өзіміз ала салған бала, және тыбы адием келе жатыр. Менің атым Қанаты, Мортокомда соғым, жер планетасын іздейді, Мортокомда соғым. Ханзадалар, жиналыңдар. Мен сіздерге өзім тағымды берем. Неге? Ертең айтасың ғой, әкем тақта бермекті. Ямпо қайда? Оған киім жетпей қалып сосын шықпайым дейді. Ой, шыға берсін. Тақырдыңыз бәке? Естімісің ба кеме? Бар сөзіне қауыртпайды сен. Уәзір қайда? Уәзір. Енді уәзір демеңіз, Енді? би деңіз. Не үшін? Өйткені мен бим бар. Сіздің атыңыз кім? Менің атым Омар. Қаян ба? Омарды білген, болғанда Хаям. Омарды білмеген Хаям да болмайды. Ал енді ханзадаларға қандай сайыс береміз? Абай айтады. Ой, жоқ. Өзіңіз айта беріңізші. Шәкәрім айтады. Жоқ деймін, өзіңіз айта беріңізші. Шәкәрім айтпай қойыңыз бізге. Кореяда жоқ. Қарайды енді. Абайдай ұлы дария. Bir өлең нұрлап алсам, кем қалмас. Мен айтамын. Пайданды көрсең бас ұрып, мақтан дүздеп қайға алма. Мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей байға алма. Жігіттер майданда сынылатын уақыт келді. Уа, дұрыс. Енді қандай сайыс береміз, айтыңызшы. Бірінші сайыс Аха. елге пайдалы харекет. Аха. Екінші сайыс дефиле. Дефиле? Дефиле. Сосын. Үшінші сайыс пакеттен киім тігу. Ой, яңки беттіңіз аға. Дұрыстап ханзадаларға бір сайыс айтыңызшы. Бірінші. Аузында әзіл жоқтың, қолында шоқпар жүр екен, өзің әзіл түсінбейтін адам екенсің. Ой. Жақсы, Я. әзіл ғой. Я. Үшінші сайыс халыққа пайдалы әрекет. Аха. Үшінші садаға. О, дұрыс. Ханзадалар, сәттілік. Жумоңдың сайыс алдында көзі көрмейтін әкесімен кездесуі. Ай, әке, әзіл қойсын сен бар ғой. Әке, осы сіз неге маған көзіңізді көрмейтін бір айтпағансыз? Неге? Оны білгенде мектептен тегін тамақ ішіп жүреді ғой мен дегені. Әке, маған қарашы. Айда, маған қарашы. Қап-қара екпе. Қап-қара. Балам, мен сені еркек қылам бүгін. Ол қалай, саунаға барасың ба? Жоқ ей. Мен саған жебеғадан үйретем. Давай. Міне. Осы ақпа әке, өй сосын алып үйретем балам. Балам, мен саған мықты номері бірінші тренер дайындап қойдым. Қара. Балама, мен сені нағыз боксшың шығарам. Бокс тәсілдерін үйретемін саған. Әке, өзіңіз-ақ үйрете беріңізші. Айналып кетейін балам. Тез шықшағыма. Жаңағы кім дейсіз саған? Фұрқат дейсіз. Ата емес Фұрқат. Шашын жыламызға Фұрқаттың. Келе ғой балам, тұра қойшы. Айналып кетейін, құшағыма кел, құшағыма. Балам, сендер кәрісші болып қазақ тілін сөйлеп жүргендеріне намыс қайда? Кәрісші сөйлесеңдерші. Ят болады балам. Намысты болу керек. Айналып кетейін балам. Сен дайынсың балам. Мен сені тоқтай тұр, асықпа. Балам, мен сені нағыз жігіт қылып шығардым, нағыз боксшы қылып шығардым. Сен бәрінен төзесің балам, тек қана алға. Болды, мен онда кет. Балам, тоқта. Переход жасайын. Ол не? Кет жүріңіз аға. Болды. Жумоңпенен сосоно кездесті, қалат қанша сайышайды сөйлесті. Екі жандар қосылған екі жасқа, бақытын
сенде бір но бар. Қандай? Сен менің шешеме ұнау керексің. Шеше? Аха. Ұқағаны мақадай. Шеше, сен бақыттысың жыламаған. Шеше, сен бақыттысың жыламаған. Жәйтсем жатқанда да құламадым. Тәңіріне мен едің ғой сұрағаны, сондықтан жыламаған. Әй, бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын. Өлмеймін, мен өзіндей асылдармын. Таусылып, өз-өзінен шашылмағын. Ойбай, сосылым, надан кейін мен шешем бақыт болмайды, осы мен саған айтайын ғой. Бірақ сен соска. Мен саған айтайын ғой, сен негізі. Сонда сен соска екенсің. Ой, кетші дұпсың ба? Айтпақшы, мен сені домбыра тартатын жігіт ба десем, сен нағыз темек тартатын жігіт екенсің ғой? Оны қойшы соны, мынан қара, намыстарында. Өзіңе хит болып тұрған кезде біз отбасыға келін болуға қалай қарайсың? Оны ертең шешесе бақыт. Қойшы болды. Ой бұл? Оны ертең шешеміз. Егер сен ұтсаң, сендік болам. Ал ұтпасаң, ондық боламын. Қызық жұмақ беті соның сайысы өте қызық. Шапалақты Айбіргеді бұлай болса бұйы мемлекетіне ең алғашқы сайысты бастамас бұрын өзімнің өнердегі бауырым Хуан Гетоны шақырамын. Пайдасын тегізу. Әке, сіз білесіз ғой, мен халқымды қатты жақсы көремін. Сол себепті халқымның аяғы тоңбасын деп аяқ киім тігетін саудагерді шақырдым. Сәлемдетіп өзеке. Сәлемдетіп қанеке. Чумном Ханзада! Мен сізді әулетіңізбен қосып сыйлайын білесіз ғой. Чумон Ханзада, сізді болашақ ұрпақ 2003-2005-те Чумон деп айтуы мүмкін. Сіз бүгіннен бастап жакесіз. Бүткіл Көкөйеуға әкесіз. Астанаға тәтесіз. Шымкент жаққа әпшесіз. Чумон Ханзада, бізге соғыстың тактикасын мүлдем өзгерту керек. Қазынаға ешқандай садаққа ат-әскерге ақша бөлудің қажеті жоқ. Бізге аяқ киімге ақша бөлу керек. Аяққа үшкі туфлилерді тігу керек. Жаудың құйрығынан тебу керек. Осылайынан қашатын болады. Чумон Ханзада. Бірақ менің мықты бір идеям бар. Біздің Көкөйенің ұланын өзгерту керек. Қандай? Махаббат мәңгі деген кезде жебе шақтың болады. Ешегіміз әңгі деген кезде ешекті әскерімізді жіберетін боламыз Чумон Ханзада. Денейсіз болған? Бәрі жақсы. Еді. Уәзеке, қайрасы білгенсіз? Құрғыш. Малай мерке ма, бәлші мерке ма? Құршы меркі. Жүрсеңші, уәзеке сөйлесін. Уәзір тиіспейдер, Аяқ киім кигізейік. Өзіңізге керек, болмайды, рахмет. Ал енді екінші сайыс өзіңіз. Садағаттың сайысы. Ортаға шақырамыз сайыскерлерді. Садағаттың сайысы. Ер жігітті сынағатын кез келді. Қайда жігіттер? Ар жақта. Қарқыңдар. Аман бебей. Ал атыңдар. Ал енді сайыстың нәтижесін білу үшін ортаға шақырайық. Ал кәнекей көрейік бәріміз. Ал не болып кетті? Бұл қайсы? Тайсо, мен байқап отырмын. Сен өзіңнің патологыңа жете алмай қалдың. Ал сен Чумон, сенің бұдан да жақсы садағатқандарды көргем. Ал Тайсо, сен бүгінгі сайыста жеңіске жеттің. Неге Тайсо, әке? Енді бұл сенің ағаң емес па? Корея дейтін аға, сыйлаған халықпыз біздер деген.
сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен 6 команданың ағалары шабыт құрамасы және де біздегі абайтанушы ағамыз Омар Жалел ағамыз және де бапкер ағамыз Мұхит ағамыз және де бізде Дарамес аяқ киімдердің майдаманы Ұлықбек бауырымызға бір қошемет және Аружан қарындасымызға Сіздердің алдыңызда Қазақ ұлттық өнер университеті шабыт құрамасы. рахмет. Қалтай!